Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Thumma ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala бүгінгі құлшылықтарымызды мынау ілім мәжілісін Allah Teala сауаптан болатын, екі дүниеде пайдасы тиетін, пайдаға сатын ілімді Allah Teala баршамызға нәсіп етсін. Ораза жайында айта кетсек, Рамазан жақындап келеді, бір айдан аз уақыт қалды. Сосын оның пайдалары, оразаның әсері туралы айта кетсек. Allah Teala Құранда Бақара сүресінде айтты: Астағиду билля, фәмән шахида минкуму шахра фалясумху деп. Кімде-кім Рамазан айын көретін болса, ораза ұстасын деді. Осы аятпенен Рамазан айына аман сау жеткен, ақыл есі дұрыс, бәлиғатқа толған мұсылман адамға ораза парыз болатындығы. Сондықтан фихта келеді түрлі мәселелер. Мысалы, бір адам комаға түсіп қалды делік, талып қалды. Рамазан басталмай тұрып талып қалды. Рамазан біткеннен кейін, енді 2 ай жатты делікші. Есін жиса, оған Рамазан оразасы парыз емес дейді. Өйткені ол көрген жоқ қой оны. Ақыл есі бола тұрып, Рамазанды көрмеді ме, оған ол жылғы Рамазан парыз емес. Ал енді Рамазанның ортасында 15-20 күн өтіп барып, есін жиып, Рамазанды көретін болса, сау болып, онда қалған күндерді қазасын өтеу міндетті болады дейді. Рамазанды көрді ғой. Сондықтан бүкіл ай оған міндетті болады. Енді ораза деген не десек, бұл соум деген, араб тілінде соум деген сөз, бұл жалпы тыйылуды білдіреді. Неден тыйылу десек, біріншісі бұл оразаның негізгі рүкіні болып есептелінетін, ішуден, жеуден және жыныстық қатынастан тыйылуды айтады. Таң атқаннан бастап күн батқанға дейін. Сондықтан осы 3 нәрсені біреу біліп білмей істеп қойған болса, білсе де білмесе де, таң атқаннан күн батқанға дейін байқаусызда ішіп жеп қойса, ұмытып кетіп, тағы бірдеме болып, мысалы, жыныстық қатынасқа түсіп қойса дейді. Яғни ол ораза не болады? Қазасын өтеу керек болады ол күннің. Енді бұл жерде үкімдерге тоқтала кетейік. Осы ішіп жеуден, жыныстық қатынастан ораза бұзылады дедік. Осы үшеуінің біреуін көрсек бір адамнан, ішіп жегенін, болды, оның оразасы бұзылды. Үзілді кесілді айта аламыз, сен оразан бұзылды, қазасын өтейсің деп. Қателесіп істеп қойса да, мысалы, таң әлі атқан жоқ шығар деп ішіп жеп отыр, сағатқа қарап, сағаты тоқтап қалған, сөйтіп далаға қараса, таң атып кетті. Болды, оның оразасы бұзылды ол күнде, қателесіп кетсе де. Неге? Өйткені қателесіп кетсе де, сол күннің оразасын не істейді? Қазасын өтеу керек болады кейін. Бірақ кафарат төлемейді. Кафаратқа да тоқталамыз. Яғни, осы 3 нәрсені біліп білмей істеп қоятын болса, оразасы бұзылады. Байқаусызда білмей істеп қойса, ашып қойса, немесе жағаны ауру сырқатпен ашып қойған болса, себептермен де сапарда болып, ауру сырқат болып, оразаны күндіз ашып қойған болса, ол адамға тек қана сол күннің қазасын ғана өтеу міндетті болады. Ал біліп тұрып, әтейлеп бұзатын болса, біліп тұрып, ешқандай себепсіз ауырып жатқан жоқ, сырқаттанып жатқан жоқ, оразаны
ашып жіберуге ешқандай рұқсат жоқ, себеп жоқ. Просто шыдамай қойды, тағы бірдеме болды, ішіп жеп қойды, немесе әйелімен қосылып қойды. Ол кезінде тек қана қазасын өтемейді, ол кафаратын өтейді. Кафарат деген не десек, ол жаза. Әтелеп істеп қойғанның жазасы. Оның жазасы не десек, ең бірінші Құранда айтылған бұл тахриру рақаба дейді. Құл азат ету керек болады. Қазіргі күнде енді құл жоқ қой. Құл болмағандықтан келесіне автоматты түрде өтіп кетеміз. Ол қайсы десек, 2 ай үзбей ораза ұстау. Әтейлеп бұзып қойған адамның жазасы 2 ай ораза ұстайсыз. Ол хижримен есептелінеді. Хижри жыл санағында айдың туылуына қарап есептеледі. Ол бірде 29 күн болуы мүмкін, бірде 30 күн болуы мүмкін. 31 күн деген жоқ, 28 күн деген жоқ. Не 29, не 30 күн болады. Сондықтан 2 ай қатарынан 29 күн болып қалған болса, 58 күн қатарынан ұстау керексіз. Ал 1 ай 29, 1 ай 30 күн болған болса, 59 күн ұстау керек боласыз. Ал 2 айда қатарынан 30 күн болған болса, демек 60 күн сіз үзбей арасында демалып алайын 1-2 күн деген болмайды. Үзілді ма, қайтадан 60 күн ұстау міндетті болады. Ал енді біреудің асқазаны ауырады, тағы бірдеме, ораза ұстауға мүмкіншілігі жоқ, науқастанып қалды. Сол жағдайда барып, уже 3-ші неге өтеді. Яғни, ең бірінші біз құл азат ету керек едік. Қазіргі күнде ол жағдай болмағандықтан, 2-ші неге өттік. Бұл 2 ай ораза ұстау. Ал енді денсаулыққа байланысты бір ораза ұстай алмаса, кафаратын, онда амал жоқ, мұна неге 3-шіге өтеді. Ол 60 міскінді тамақтандыру. Түсінікті? 60 міскінді. 60 адамды жинап алып бірден ас берсе болады дейді. Тамақтандыру дегенде бір күндік тамағын есепке аламыз. Бір күнде 2 мезгіл тамақ беруменен. Түсте және кешке бір тойдырып, өзін не жейсіз өзіңіз, сондай тамақпен 60 міскінді бірден шақырып алып дастархан жайып тойдырсаңыз болады, болмаса бір адамды 60 күн қатарынан дейді. Яғни 60 адамның қатарын толтырамыз. Түсінікті ме? Ситтина мискина. Бұл әтейлеп бұзып қойған адамның жазасы. Ал енді байқаусыз да бұзып қойса, білместікпен күн шығып кетті, байқамай қалдық. Онда бір күнге бір күн ғана өтейміз, біз әдейі істемегендіктен. Бір күнге бір күн ғана қазасын өтейміз. Ал енді ұмытып кетіп ашып қойған болсақ оразаны, ол еске түскен кезінде тоқтата қоямыз да, ары қарай оразаны жалғастырып ұстай береміз, ораза бұзылмайды, қазасы да жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаби кеп айтады: «Я Расулулла, мен ұмытып кетіп, ішіп жеп қойдым» дейді оразада. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллах тағала саған ұмыттыртып, сені тамақтандырып, сусындандырып қойды дейді. Оразанды ары қарай ұстай бер дейді. Түсінікті ме? Ұмытып қою ол Алладан болатын нәрсе екенін айтады да, адам баласы енді пендеміз ғой, ұмытып кетеміз. Әсіресе оразаның алғашқы күндерінде жыл 12 ай үнемі ораза ұстамағандықтан, енді оразаны бастап атқанда ұмытып кетеміз. Құда жекжат үйіне барамыз, ораза ұстамай отырған адамдар шай ішіп отырады. Кел отыр шайға дейді. Отыра кетесінде, әйда шай ішіп отырасын, әңгімеден әңгіме шығады, ораза қалай болып жатыр дейді, сол кезінде еске түседі. Рамазан қалай өтіп жатыр дегенде. Енді осы жерде ұмытып кетіп, ішіп жеп отырсақ, осындай бір әңгімемен, тағы бір нәрсемен еске түссе, болды, тоқтату керек та, ішіп жеуді. Ауызда тұрған нәрсені әлі тамақтан өтпесе шарт бастау керекпіз. Болды, кірді ғой деп, до конца жұтып жерсеңіз, сол күндегі оразаңыз бұзылды. Ұмытып кетіп, ерлі зайыпты қосылып жатып, еске түссе, бол тоқтату керек, бітіре салайын деген болмайды. Ораза әйтпесе бұзылады.
Сосын ары қарай жуым шайынып, ауыз шайып, оразаны ұстап кете береміз ары қарай. Ұмытып кету бұл Аллах тағаланың бізге берген нығметі. Бірақ өтірік істеуге болмайды. Ұмытып кеттім деп жеп жүрсеңіз, сіз өзіңізді ғана алдаған боласыз, Аллах тағаланы емес. Түсінікті? Бұл енді шариғаттағы үкімдері. Енді тағы көздің оразасы, құлақтың оразасы, аяқ қол мүшелердің оразасы деген бар. Білесіздер, естисіздер, көздің оразасы бар. Бұл қалай десек, бұл, яғни біз мана айттық қой, негізгі оразаны бұзатын үш нәрсе бар. Ішу, жеу, жыныстық қатынас. Ерлі-зайыптың арасында. Енді бұл мына үш нәрсемен біреу ішіп жеп қойып қатынасқа түссе, айта аламыз, оразасы бұзылды, қазасын өте деп. Ал жаңағы көздің оразасы, құлақтың оразасы деген бар ғой, көзді сақтау керек, құлақты сақтау керек, өсекте тыңдаудан, көзді сақтау керек, тыйым салынған неше түрлі ашық-шашық нәрселерге қарай беруден, тілді сақтау керек, ғайбат сөйлеуден, жаман ықылас нәрселермен сөйлеуден сақтау керек. Енді біреу ұмытып кетіп, тағы бірдеме қылып, Рамазанда осы көз, ауыздың оразасын бұзып жатқан болса, телефонмен неше түрлі қарап отыр, болмайтын нәрсеге, немесе әңгімелесіп отырып, өзі байқамайды, ғайбат сөйлеп отыр, жамандап отыр біреуді. Сол кезінде біз айта алмаймыз, мынан оразасы бұзылды, қазасын өтесі деп айта алмаймыз. Жаңа айттық, ораза негізгі үш нәрседен ғана бұзылады. Ал енді жағаны көздің оразасы, ауыз тілдің оразасы деген не десек, бұл мутаммиматы соля дейді, соум. Нені оразаны толықтырып тұратын нәрселер екен. Яғни, үш нәрседен тыйылсақ таңертең кешке дейін, Рамазан оразасы мойыннан түседі. Түсінікті ме? Мойыннан түседі. Бірақ, жаңаны көзді сақтамай жатсақ, құлақты сақтамай жатсақ, өсек айтып отқан жерге отыра қалып, тілді сақтамай жатсақ, қосылып кетіп жатсақ, өсекке, ол кезінде ораза бұзылады деп айтылмайды. Бірақ, ораза қабыл болмауы мүмкін. Сіз ораза ұстап жүруменен сауап емес, күнә арқалап кетуіңіз мүмкін. Қандай да амалды орындаған кезінде біз білу керекпіз, екі нәрсе бар. Құлшылық қылғанда екі нәрсе орындалып жатады. Біріншісі, біз намаз, ораза, құлшылықты істеген кезінде, орындаған кезінде мойыннан түсіреміз, бұл бірінші. Қияметте сұралмас үшін. Мойнымызда қаза болып кетпес үшін намаз, ораза, зекет, қажылықтарды уақыты келгенде мойнынан түсіреміз орындауменен. Дұрыс па? Осыны енді құлшылықты уақытында орындайтын болсақ, біріншіден ол намаз, оразамыз мойнымыздан түседі. Уақытында орындағандықтан сіз оған сауап аласыз. Біріншіден мойнынан түсіп жатыр. Оған қосымша бонус алып жатсыз, сауап жинап жатсыз. Ал салғырттық танытып, жалқаулық танытып, қазағып оқып жүрсеңізші намазды, оразаны. Қазағып орындап жүрген болсаңыз, қаза болғаннан кейін сіз орындайсыз. Сіз мойнынан түсіріп жатсыз. Бұл бір. Екіншіден, сіз жалқаулық қып, салғырттық қып, қаза қылған үшін сауап алмайсыз, керісінше күнә арқалайсыз. Қаза қылған үшін күнә арқалап жатсыз. Бірақ күнәһар болдым екен деп жүре беруге болмайды. Қияметте сұралмас үшін мойнынан тағы түсіріп қою керек, қазасын өтеп. Сондықтан біліп қойыңыздар, қандай да құлшылықты орындаған кезінде біз біріншіден ол құлшылықты мойнынан түсірсек, екіншіден не сауап аламыз, не күнә арқалаймыз. Сол құлшылықпен бірге. Сондықтан қазасын өтегенде сауапқа үміт қылу қиындау.
керісінше күнә арқалап кетеміз. Сондықтан біз білейік, құлшылықты орында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ең жақсы амалдар қайсы дегенде, құлшылық намаз, ораза, зекет, қажылық уақытында істеуі деді. Намазды уақытында оқуы деді мысалы. Сондықтан уақытында оқысақ, сауап жазылады. Түсінікті ме? Яғни ораза ұстауменен сауап табуға да болады, күнә арқалауға да болады. Сол секілді жаңағы көздің оразасы, ауыз құлақтың мүшенің оразасы деген сол. Сіз ораза ұстап жүрсіз, жаңағы үш нәрсені ішіп жеу, жыныстық қатынастан тыйылып шықсаңыз, мойнынан ораза түседі. Бірақ сауап жазылама оған, күнә жазылама, ол сізді мүшелеріңізге байланысты. Егер ораза ұстап жүріп, ауызды жаңағындай күнәхи сөздермен, ғайбаттармен былғап жүрген болсаңыз, көзіңізді күнә бастырып кірлетіп жүрген болсаңыз, көрінген нәрсені қарап, сіз оразаны мойнынан түсіргенмен, сіз қосымша күнә арқалап жатсыз. Сауап жазылмауы мүмкін ол оразаға. Қабыл болмауы мүмкін. Мойнынан түсіргенмен қабыл болмауы мүмкін. Сондықтан біз құлшылық жасаған кезінде осыған мән беру керекпіз. Жай ғана мойнынан түсіріп қоя салуды емес, қосымша оған көп-көптеп сауап алу. Ал ол немен болады? Тек қана жаңаны парызын орындаумен ғана болмайды. Парызын орындаумен ғана мойнынан түседі. Ал оған қосымша сауап алу, ол біздің тақуалығымызға қарай болады. Түсінікті ме? Оразада таңнан кешке дейін тек қана ішіп жеуден емес, көзімізді, тілімізді тыятын болсақ, иншалла қабыл болған, сауап жазылатын оразалардан болуы мүмкін, иншалла. Алла баршамызға соны нәсіп етсін. Енді екінші бір несі бар? Бұл әсері. Құлшылықтың адамға беретін әсері. Ол қандай әсер десек, ол адамның тәлім тәрбиесіне, ақылағына тиетін әсері. Яғни құлшылықтар жалпы біздің әхлі сүнна уәл жамаа ғалымдары ислам ілімдерін негізгі үш бағытқа бөліп қарастырған. Біріншісі ақида, екіншісі фиқх, үшіншісі ахлақ. Осы үшеуін бірге ұстау бізге міндетті. Ең бірінші ақидамыз тура болу керек. Сіздің ақиданыз дұрыс болмаса, Аллаға деген сеніміңіз дұрыс болмаса, сізді мынау күнделікті оқып жүрген намаз, ораза, зекет, қажылық қабыл болмауы мүмкін, одан ешқандай пайда болмауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші ақида тұрады. Ақиданы білгеннен кейін, Аллах тағаланы танығаннан кейін, күнделікті намаз, ораза, зекет, қажылық, сауда-саттық, үйлену мәселесі секілді фиқх ілімі тұр. Біздің өмірімізге тиісті. Соны білу міндетті болады. Сосын солмен қатар ахлақ ілімін білуді бізге міндетті болады. Ахлақ дегеніміз не? Көркем мінез. Адамның көркем мінезі, тәрбиесі. Бұл да исламның негізгі ілімдерінің бір бөлігі. Сондықтан бұл үшеуін біз бірге алып жүру керекпіз. Бұл үшеуі бірге болмаса, біздің дініміз толық болмағандығы, кемшілік бар деген сөз. Енді бір ғалымдар, ақылақ ғалымдар айтады, мынау намаз, ақида ілімі, Алланы тану, сосын жаңа харам халалден не істеу білу, амал қылу, осыны істеп білген адамның негізгі нәтижесі мынау ақылақ дейді. Мынаның нәтижесі болу керек ол дейді. Сіз Алланы таныдым деп, мұсылманмын деп жүріп, намаз оқып жүріп, ауыздан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатқан болса, ол күмәнді да сіздің намазыңыз бар жоғына. Алланы танығандығыңызға күмән болады. Өйткені Алланы танып, адам құлшылық қылғаннан кейін, оның мінез құлқы өзгеру керек. Жақсы жағына қарай.
исламның шариғатына сай болу керек. Сондықтан мынау ақылақ ғалымдар айтады, жалпы негізгі діннің, Аллах тағала діндерді жіберудегі мақсат ол халықтарды тәрбиелеу дейді. Бұрынғы Иса пайғамбар, Мұса пайғамбардың қауымдарын қарайықшы. Нұх пайғамбар, жалпы бүкіл пайғамбарлардың Аллах тағала қауымдарына пайғамбарлар жібергенде, ол қауымдар қандай деңгейде болды? Соған қарайық, тарихқа. Олар сондай бір күнәға батып, одан артық төмен деңгей болмайды деген деңгейге жеткенде, Аллах тағала пайғамбарлар жіберіп, сол қауымдардың ақлақтарын түзетіп, тәрбиелеп көтерген. Яғни, пайғамбарларды жіберумен, дінді жіберумен Аллах тағала негізгі мақсаты ол қауымдарды тәрбиелеу дейді. Діннің негізгі мақсаты адамдар тәрбиелеу дейді. Не үшін келді айтпесе? Бізді өзгертіп тәрбиелемесе. Сондықтан ақылақ ғалымдар айтады, ол жалпы барлық діндер ғана емес, ол діннің ішіндегі намаз, ораза, зекет, қажылық деген амалдарда негізгі хикметі сода дейді, мақсаты адамды тәрбиелеу. Мысалы, намазды алатын болса, Аллах тағала Құранда айтады, Астағиду билля, инна солата танха анил фахшаи вал мункар дейді. Расында намаз адамды арсыздықтан, жаман нәрселерден тосып қояды, қайтарып қояды деді. Ол деген сөз, бізде қазақта сөз бар, намаз адамды тәрбиелеп қояды деген жақсы сөз бар. Осы аяттан алынса керек. Мысалы, алысқа бармай-ақ өздеріңізді ойлап көріңіздер. Бұрын намаз оқымай жүргенде қандай едіңіздер? Намаз оққаннан кейін қандайсыздар қазір? Бұрынғы намаз оқымай жүргендегі сөздер, бұрынғы намаз оқымай жүргендегі тірліктер қазір жалғасып жатыр ма? Жалғасып жатса, демек сіздің намазыңыз намаз емес. Босқа жай халастой кетіп атқан, жай не дейді? Жаттығу ғана. Ал егер сіз бұрынғы тіршілікпен, бұрынғы мінезіңізбен, қазір намаз оққаннан кейін мінезіңізді салыстырып қарасаңыз, ол кез келген адам өзгереді. Намазы тура болған болса. Өзгереді. Мысалы, бізде мынандай түсінік қалыптасып қалғанда, мынау ащы су ішіп жүрген бір бауырларымыз болады, жезделеріміз болады, туысқандардың ішінен, жеңіл жүріске барып, жаңағы қыз-келіншектерге барып жүргендер болады. Соларға харам ғой, істемесей, тыйылсай, ішпесей десен, не дейді? Мен намаз оқымаймын ғой дейді. Бізде сондай түсінік қалыптасып қалған. Харам деген түсінік тек намаз оқитындарға ғана харамда, басқа мұсылмандарға бір харам емес секілді. Сен мұсылмансың ба десең, мұсылманмын дейді. Неге барып отырсың десең, мен намаз оқымаймын ғой дейді. Дұрыс па? Көп қой ондай мұсылмандар қазір. Мұсылманмын дейді. Еще айтып қояды ниетім түзу деп. Бірақ тірліктерін қарасаңыз шариғатқа сай келмейді. Енді сол бауырларымыз, туысқандарымыз бір күні Алланың қалауымен намазға жығылса, сіз айтпасаңыз да ол тыйыла бастайды. Намаз оқуменен адам бірден ішімдіктен тоқтайды. Намаз оқып жүріп ішіп жүрген адамды көрдіңіздер ме? Ол өте кездейсоқ. Бүкіл Қазақстаннан бір адам, екі адам шығуы мүмкін, бір енді бастап жүріп, шамалы адасып жүрген. Жалпы намаз оқып жүріп, адам бірден ішімдіктен тыйылады. Темекісін тастай бастайды. Жеңіл жүрістерден тоқтай бастайды. Оған сіз уағыздамасаңыз да, неге? Өйткені намаз адамды тәрбиелеп қояды. Мен намаз оқып жүрмін ғой, болмайды. Сен алдында да мұсылман болғасын намаз оқымай жүргенде, о кезінде де харам болған. Жоқ, о кезінде ол намаз болмады да, тәрбиелейтін оны. Сондықтан намаз адамды тәрбиелейді дейді. Ал намаз оқып жүріп, аузымыз ғайбаттан, темекіден, ащы судан тыйылмай жүрген болса, біліңіздер, ол намаздан ол адам ешқандай пайда алып жатқан жоқ. Жай жаттығу ретінде істеп жүрді. Оразаның пайдасы. Ораза адамның нәпсісін жалпы сабырлыққа үйретіп, шәуатты басып қояды екен.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн айтады: «Я махшар шабаб» дейді. Жастар қауымы, бойдақтар қауымы дейді да. Сендердің қайсыларың шамаларын жетсе үйленіңдер. Ал шамаларын жетпейтіндер ораза ұстаңдар. Ораза адамның көзін төмен түсіріп қояды деді. Ол деген сөз, анау қарны тоқ, не істерін білмей, шәһуаты тасып жүрген адам не істейді? Оңды солды көзін сала береді қыз-келіншектерге. Іштен жанып тұр ғой өйткені. Ал ораза ұстағанда қарны ашып, тамақты ойлап, бишара болып тұрған адам оң солды қарамайды ол. Ойда да болмайды ондай. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам міне оразаның үлкен бір пайдаларының бірі бұл шәһуатты басып қоятындығын айтады. Енді сосын тағы не бар? Сабырлыққа үйретіп қояды. Зекет, садақаға келетін болсақ, Аллах тағала зекет садақа арқылы адамның жүрегін дүниеден тазартып қояды екен. Араб тілінде зухд деген сөз бар. Зухд деген дүнияға берілмеу дегенді білдіреді. Дүнияға беріліп кетпеу. Оны бір ұстазымыз, шейхіміз айтады, Халид ибн Исмаил деген шейхіміз айтады, зухдтың екі түрін ұстанды дейді ғалымдар. Сопылық ұстанған, ақылақ не істеген бұрынғы нелер, екі жолы бар дейді. Біріншісі дейді, бұл жеңіл жолы дейді. Дүнияға берілмеудің жеңіл жолы. Қараңыздар, жеңіл жолын біз қазіргі күнде істей алады ма екенбіз? Бұл жеңіл жолы қандай десе, Алла берген ризық несібені ішіп жемнен артылғанын түк қалдырмай садақа қылып жіберу дейді. Ондай адам жоқ қой. Түк қалдырмай садақа қылып жіберіп, тақыр кедей өмір сүрген адам, садақа қылмаса да, бірақ тақыр кедей өмір сүріп жатқан адамдар бар. Адамда дүния болмаса, оның жүрегі ластанбайды екен. Яғни, беріліп кететін дүниясы жоқ та. Ана кедей жомарт болады дегені сол екен. Жүрегі дүнияға байланатын дүниясы жоқ та. Мысалы, әлеуметтік желілерді қарасақ, мешіт салып жатыр едік, медресе салып жатыр едік, 100 теңге, 200 теңге болса да тастап қойсаңыздар деп, сондай көп не жүреді? Жәрдем сұрау парақшалар жүреді. Қазақстанда небір олигархтар бар. Жалғыз бір адам салам десе, Қазақстан ішіне 5-6 мың мешіт салып тастайтын ақшалары бар. Жалғыз өзақ. Жоқ, олардан шығып жатқан жоқ. Шығатын болса, әлеуметтік желіде ақша сұрап жүрмеседі адамдар. Миллионерлерден шығып жатқаны шамалы. Шығып жатқан шығар енді. Бірақ ондай бір барлық мешітті не істеп тастайтындай ондай деңгейде емес. Көп болса бір мешіт салар, біреу болды, қалған нелер толып жүр ғой, жаңағы көмек сұраған. Бірақ Құдайға шүкір, сол мешіттер бітіп жатыр. Немен? Қарапайым халықтың 100 теңгесі, 200 теңгесімен де бітіп жатыр. Көп түкірсе көл болады деген сол. Жомарт бай болады деген сол. Жүрегі дүниеға байланбағандықтан, жүрегі таза болғандықтан, адам садақа беру оған жеңіл. Бұл бірінші жолы, жеңіл жолы. Екіншісі, бұл ауыр дейді, бірақ болады істеуге. Бұл қандай десек, Алла берген дүнияны қолда ұстау, Аллах үшін сұрақ білгенде қайта бере білу дейді. Жүректе емес. Дүнияны жүрекке кіргізіп алмай қолда ұстау дейді. Сосын сол шейхіміз Абу Ханифа рахматулла алейхті мысалға келтіреді. Абу Ханифа рахматулла алейх үлкен бай адам болған.
қазіргі күндердің несімен салыстыратын болсақ, үлкен олигарх болды десек болады. Керуен тауарлары айналып жатты, сенімді адамдарын қойып. Кеме зат толған заттары, тауарлары айналып жатты, ары бері. Бірақ ол кісі дүнияға берілмеген, мешітте отырып, дүнияның артында жүрген жоқ, мешітте отырып, сабағын беріп отырды. Бір күні осылай мешітте сабақ беріп отырса, бір кісі келіп айтады екен: "О, ұстаз, сіздің пәленше жерге кеткен кемеңіз барлық тауарымен суға кетті, батып кетті" деп. Сонда Абу Ханифа рахматуллаху алейх төмен қарап, үндемей біраз отырып қалды дейді. Отырып, "Әлхамдулилля" деп күлімсіреп сабағын жалғастыра берді дейді, қайғырудың орнына. Сосын біраздан кейін жаңағы кісі қайтып келіп: "Ұстаз, сүйінші, манағы батқан кеме сіздікі емес екен, біз қателесіппіз, сіздікі аман есен келе жатыр" дегенде, Абу Ханифа рахматуллаху алейх тағы да төмен қарап отырып, "Әлхамдулилля" деп тағы күлімсіреп сабағын жалғастыра берді дейді. Шәкірттер түсінбей қалған. Қайғырудың орнына да, қуанудың орнына да бірдей амал жасадыңыз. Себебі не деген кезінде Абу Ханифа рахматуллаху алейх айтқан екен: адамға қайғы хабар жетсе де, қуаныш хабар жетсе де, адамның жүрегі соғып кетеді, соғысы өзгеріп кетеді, тезірек соғып. Дұрыс па? Біреу сіздің машинаңызды қағып кетсе көз алдыңызда, спокойно отыра бересіз ба? Жүрек соғып кетеді, оталып кетесіз, бірден барып төбелесуге дайын тұрасыз. Неліктен? Өйткені жүрегіміз сол дүнияға байланып тұр да. Дүнияны түртіп қалса, жүректі түртіп қалғандай, жүрек оталып кетеді. Енді Абу Ханифа рахматуллаху алейхтің айтып атқаны, кеме суға батты дегенде де, аман есен келе жатыр дегенде, мен жүрегімнің соғысын тыңдадым. Өзгере ма, өзгермей ма деп дейді. Өзгерген жоқ, алдында қалай соғып жатты, дәл солай өзгермей соғып жатты. Мен соған әлхамдулилля деп айттым. Жүрегім дүниядан таза екен деп дейді. Жүрегім дүнияға байланбаған екен. Дүния жүрегіме кірмеген екен. Соған мен әлхамдулилля деп айттым дейді. Қазіргі күнде біздің сондай бір дүниеміз, сондай бір деме болып қалса, өздеріңіз байқап көріңіздер. Сіздердің жүректеріңіз қаншалықты дүнияға байланған екен. Үйде ана сиыр өліп қапты десе, жүрегіңіз тыңдаңыз, қалай соғады екен. Біз дайын болмауымыз мүмкін оған. Оған адам тәрбиемен, ол жылдап тәрбие болу керек қой. Не істеп кетеді? Адам қобалжып кетеді, ашуланасын, жаны қайғырасын. Яғни Абу Ханифа рахматуллаху алейх үлкен саудагер, бай болса да, жүрегі дүниядан таза болған екен, жүрегі дүнияға байланбаған. Сондықтан ол кісіні мысалға келтіреді, дүниясы ол кісінің қолында болды, жүрегінде емес дейді. Яғни зухд деген осы екі түрі бар екен. Тақыр-кедей өмір сүру, немесе бай болсаңыз да, жүрегіңізді дүнияға байлап алмай, таза ұстау. Ол оңай емес, ең қиын сол дейді. Енді бір адам мысалы намаз бізде көп қой енді Қазақстан, намаз оқымай жүргенде зекет, намазға мән бермей жүрген адам зекетті қайтсын. Бірең сараң болуы мүмкін, енді намаз оқымаса да зекеттерін беріп жүрген. Енді сол көп адам, кейбір сол сөйтіп жүрген адамдардың көбісі намаз оқи бастаған кезінде өз зекет парыз екенін мойындайды. Намаздың парыз екенін мойындағаннан кейін зекетті де мойындап, уже бере бастайды. Бірақ қаншама жыл зекет бермеген адам дүния жүрекке кіріп кеткен. Одан шығару оңай емес. Жүрекке кіріп кеткен дүнияны шығару, ол жүректің бір етін бөліп бергенмен, кесіп бергенмен бірдей болады. Солмен зекет парыз болған адам парыз мойындап, амал жоқ, енді беру керек Аллах үшін деп, жүрегінен суырып алып береді. Сол кезінде мынандай қызық нәрселер бар. Кімде кім Аллах үшін бір амал қылатын болса, Аллах үшін, Алланың разылығы үшін, Аллах тағала оған жүрегіне бір ләззат сезім беріп қояды екен.
Мысалы, Аллах үшін деп түнде, түн ортасында, түн ұйқыңызды бөліп, тахаджуд оқып көріңіз, Аллах үшін деп. Сол күні кешке дейін Аллах тағала сіздің жүрегіңізге сондай бір ләззат беріп қояды, қуаныш. Ертеңгі күні кешке дейін сіз бір рахаттанып жүресіз да. Екінші күні тағы да соған жеткіңіз кеп, тағы оқығыңыз кеп тұрады. Міне зекет те солай екен. Парыз болғандықтан амал жоқ, енді Аллах үшін беру керек, нәпсі шырылдап жатыр, дүние кетіп баратыр деп. Жоқ, беру керек Аллах үшін. Аллах үшін деп бердіңіз бе, Аллах тағала сондай бір ләззат береді, оған кейін уже зекетті беру жеңілдей бастайды екен. Ана ләззат сезінгенде беру жеңілдей бастайды. Енді зекет деген жылына бір-ақ рет беріледі. Келесі жылды ол адам уже күткісі келмейді. Не істейді? Жыл ортасында жай садақалар бар. Сөйтіп, мен өзі таныстарымнан, Алматыда болсын, басқа жерде болсын, көріп жүрген кісілер бар. Жаңағындай кәсіпте жүріп, намазды бастап, зекетті бере бастап, қазір, әлхамдулилля, зекеттің сондай бір ләззатына жеткен, түскен ақшасын жинамайды ғой, бірден қайырымдылыққа лақтырып отырады. Сондай адамдар бар. Мен достарымнан да арасынан бар. Ай сайын миллион түседі, миллион тек қайырымдылыққа жіберіп отырады. Ішіп жеуінен жетеді, 100-200 мың қанша керек алып болады отбасына, болды, айлықтарын береді жұмыскерлерін, ұстамайды. Неге? Өйткені ана ненің ләззатын сезінді да. Бірақ бауырлар, біздің құлшылық ләззат үшін болмау керек екен. Алланың разылығы үшін болу керек. Бір күні Хасан аль-Басри деген табиғин ғалым өткен. Сол Хасан аль-Басри рахмахуллахқа бір жігіт келіп, бір кісі келіп айтады екен: ұстаз, мен бұрын түнде тұрып тахаджуд намазын оққанда сондай бір Аллах тағала жүрегіме ләззат беріп қоятын еді. Соңғы кезде сол ләззат жоқ болып кетті. Қанша тырысып оқып жүрмін, жете алмай жатырмын дейді. Жоқ болып кетті, жете алмай жатырмын сол ләззатқа дейді. Сонда Хасан Басри рахимахуллах айтады екен: бауырым, ниетіңді өзгерт деп. Сен бұрын құлшылығында Аллах үшін қылғанда Аллах тағала саған ләззат берген еді, ал қазір сен Аллах үшін емес, сен ләззатқа жетем деп оқып жүрсің дейді. Түсінесіздер ме? Аллах үшін емес, ләззатқа жетем десеңіз, Аллах тағала ләззатты бермейді екен жүрекке. Аллах үшін болса ғана береді ол ләззат. Сондықтан біз құлшылық жасап жүріп, намаз оқып жүріп, намаз оққанда да солай ғой. Аллах үшін оқыдым ба, бір қуаныш беріп қояды, келесі намазды оқығың келіп тұрады. Сондықтан біліңіздер, намаздың ләззаты кетіп, сіз намазды әйтеру жалқаулықпен әрең өзіңізді зорлап оқытып жүрген болсаңыз, сізге демек жүрегіңізге Аллах тағала ләззат бермей жатыр. Неге? Өйткені намазыңыз Аллах үшін емес, әйтеру парыз болғандықтан қаза болмасыншы деп оқып жүрсіз. Содан білуге болады. Адам әрбір құлшылығын Аллах үшін деп оқитын болсақ, Аллах тағала ләззат береді, ол құлшылықты сіз асығып тұрасыз, істегіңіз келіп тұрады. Сөйтіп, зекетпенен Аллах тағала адамның жүрегін тазартып қояды екен. Жүрекке дүние кіріп кеткен болса, зекет берумен басталады, кейін жай садақалар бар, нәпіл садақалар, сол менен адам ләззатын танып, көргеннен кейін сөйтіп садақа беріп жүріп, кейін түскен ақшасын беріп жүріп, уже адамды өзі байқамай қалады, қалай жүрегінен дүние шығып кеткен. Дүние байланып тұрған жоқ, жүрегі дүниеге байланып тұрған жоқ та. Түскен жіберіп отыр ма? Демек ол дүниемен байланысын үзді жүрегі. Қажылыққа келетін болсақ, қажылықта біріншіден дүние шығару бар, онда да зекет беру секілді. Мысалы, үлкен қажылыққа 4-5 мың доллар шығару оңай емес. Оны нәпсі сөйлейді, шайтан азғырады. Үйге ремонт жасап алмайсың ба, машинаңды жаңартып алмайсың ба одан да, немесе Турцияға, Египетке бару арзан ғой қазір. 4-5 рет барып келуге болады, бір қажылыққа барып келгенше деген сияқты азғырулар болуы мүмкін. Ақша шығару оңай емес та, жүрекке байланып тұрған болса. Жоқ, Аллах үшін деп шығарасыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, неге барған кезінде құлшылық ол оңайлықпен болмайды.
өте қиын. 45-50 градус, 60 градусқа дейін жанады. Жаздың күндері түсіп қалсан, ихрам киіңіз, басты да орауға болмайды. Күн ыстықта 20-30 километр жүресіз күніне. Муздалифаға барасыз жаяу 8 шақырым Меккеден. Енді қай жағында тұрасыз, соған байланысты да 15 шақырым жүруі де мүмкін, ар жақ шетінде тұрсаңыз. Муздалифадан кейін Арафатқа барасыз. Оның арасында 7-8 шақырым. Қайтып келесіз. Сөйтіп бір күннің өзінде қаншама 20-30 шақырым жүресіз. Күн ыстықта тұрасыз, жүресіз. Ауыр, оңай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіні көріп, шашы көтеріліп кеткен, ұйпа-түйпа, шаң-шаң, жаңағы бір қажылықтың несі ғой енді, сондай қиыншылығымен болып отқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны көрсетіп сахабаларға айтқан екен, міне қажылық осылай өтеледі деген. Әл-хаджу биш-шағас деген, шағас деген жаңағы оңайлықпен емес екенін айтады да. Енді қазіргі күнде шамал оңай болып кетті ғой, автобуспен барып, жаңағы кондиционеріне, палатканың іштеріне кондиционер қойып қойған. Бұрынғы кездерде ондай емес еді ғой, мысалы. Жарайды, сонда да қажылық өтеледі, бірақ соның өзінде де кондиционер болса да оңай емес. Қиналып кетесіз, сабырлық керек. Сөйтіп, қажылық адамды тәрбиелейді, сабырлыққа үйретеді. Сосын сіз бір жерде бастық болсаңыз, министрсіз ба, президентсіз ба, тәкаппарлығыңызды кетіріп қояды қажылық. Кім болсан оң бол, тұр ана жерге. Сен Алланың алдында бірдейсің. Сындыр нәпсіңді. Тәкаппарлықты ұмыт. Ана жерде пол жуып жүріп, келіп тұра қалады жаныңызға. Сіз не, ол не, бірдейсіздер Құдай алдында. Керісінше, оның дәрежесі жоғары болуы мүмкін. Сізден гөрі тақуа болуы мүмкін ол. Пол жуып жүрсе де. Сіз менсінбеуіңіз мүмкін. Сондықтан Аллах тағала умра қажылықпенен адамды не істеп қояды, сабасына түсіріп қояды. Пенде екенін сезіндіріп қояды. Мына жақта жүргенде бастықтарда, байларда бар ғой, намаз оқып, ораза ұстап жүрген. Бірақ әлі бәрі дистанция білініп тұрады да бұл жақта. Шамалы гонормен сөйлеп, ана жаққа барғанда оны Аллах тағала шамалы тепе-теңдік қылып қояды. Сосын тағы бір нәрсе бар. Умра қажылық барғанда Кағбаны көргенде адам басқаша әсерленеді. Басқаша әсерленеді. Мен осы 1-2 жыл болды, қажылық компаниясын ашып, қазір жекеге Нұр Мубарак университетінде ұстаз болдым да, кейін қажылық компаниясын ашып, карантинге дейін былтыр 3-4 рет адамды апарып үлгірдім умраға. Сонда байқағаным, көп, мынау бір 30-40% адамдардың үлкен кісілерді ата-аналарын жібереді, намаз оқымайтын кісілерді, балалар. Намаз оқымайтын кісілер енді Алматыда жиналып, анау шамал сабақтар өтіледі, осы өзінде көресіз, қысқа юбка киіп жүрген апалар, орамал жоқ, ана жаққа барып, соның почти барлығы намаз оқып кетеді ғой. Ол ненің әсері сондай, қажылықтың. Сосын Кағбаға барған кезінде мен анау бірден алыстан Кағба көрінетін жерден кіргізбеймін да. Анау Мәликіл Фәхт дейді ғой, Мәликіл Фәхттің анау Кағбаның өз фотолары бар ғой, суреттерін қарасаңыздар, Кағба былай ненің харам мешіті шамалы домалақтау болып келсе, бір жақ шетінен былай қосылып салынған ғимара бар, үстінде 3 қоңыр күмбез тұрған. Суретін қарасаңыздар. Бер жағынан барсам да айналып сол жағынан апарып кіргіземді адамдарды. Алыс болса да шамалы айналып. Неге? Өйткені бер жағынан да барып кіргізсен, алыстан Кағба көрініп қояды да, ондай әсерлі болмайды. Айналып апарып, ар жағынан айналып апарып көрсетпей. Сосын сөз жерден құптан оқып аламыз. Сосын сөз жерден зәмзәм суын ішіп дұға қыламыз. Сосын көздерінде төмен түсіріңдер, мен артымнан ілесіп отырыңдар деп, Кағбаны енді адамдар айналып жатады ғой. Соны жақындай алғанша, айналып атқан адамдарға кедергі болмайтын бір 15-20 метр жерге дейін апарып, болды енді ашыңдар дегенде, анау төмен қарап барған адам Кағбаның дәп жанына барып бүйтіп көзін көтергенде, бірінші көрген әсер ол басқаша болады.
ана жерде намаз оқитыны болсын, намаз оқымайтын болсын, өкіріп еңкілдеп жылайды, барлығы жылайды. Ана әсері басқа. Намазды мойындамай, пенсияға келгесін көрем ғой, кейін көрем ғой деп жүргендерін ұмытып кетеді адамдар. Сол мен апарған кісілер, үлкен кісілер де болды. 70-тен асқан кісілер болды. Кейін әлгінге дейін араласып тұрамыз, чаттарымыз бар. Барлығы намаз оқиды, әлхамдулилля. Намаз оқып кетті да содан кейін. Ол қажылықтың сондай бір несі бар. Сондықтан мынау ата-аналарымыз, бауырларымыз намазға келе алмай жүрген болса, соны бір умраға бір жіберіп алсаңыздар, қатты әсерленеді. Алматыда бір жігіт, Алматыда деп қоям, мен жақында бір естідім да, ол қай жерде екенін білмеймін. Бір жігіт айтты да маған, танысым дейді. Жағдайы бар жігіт екен, әкесі намаз оқымайды, сонен намазды мүмкін бастар деп умраға жібере алмай жүр екен. Әке умраға барыңыз десе бармайды екен жаңағы. Намаз оқымайтын адам оған қызық емес қой енді. Бармайды екен, бармаймын деп. Сөйтіп көндіре алмай жүрген бір күні сол әкесінің досының баласы бір жағдайға түсіп қалғанда көмек керек. Ал оған мына кісінің баласы жаған умраға барыңыз деп жүрген кәсіпкер баласының қолынан келеді, бір таныстары балма білмеймін. Сон баласынан өтінеді ғой. Балам, ана досымның баласын білесің ғой, сол осындай жағдайға түсіп қалды, көмектесші десе, ұлы бір шартым бар депті. Момент пайдаланғанда. Бір шартым бар, көмектесем бір шартты орындасаңыз, қандай дейді? Умраға барасыз дейді. Умраға баратын болсаңыз, көмектесем, болды барам дейді. Сөйтсе әкесі ойлапты да, жарайды енді, ана шаруаны тындыру үшін барып келермін, 10 күн барып демалып ұйықтап келермін, турист ұқсап жай бір көріп қайтармын деп ойлапты да басында. Сөйтіп Хикмет Тревелдің несімен жігіттермен сөйлесіп, сол Хикмет Тревелмен жіберіпті Алматыдан, соның жігіттеріне гидтарға жақсылап тапсырыпты. Мына әкем намаз оқымайды, соны шамалы уағыздасаңдар. Сосын барған бетте бір местный симка алып беріңдерші телефон, хабарласып отырайын деп. Жарайды деп тапсырып жіберген, сөйтіп 10 күн өтеді, хабар жоқ дейді әкемнен. Әкесінен хабар жоқ, 10 күн. Бір кезінде 10 күннен кейін хабарласып тұр дейді ғой. Балам, мен енді түсіндім дейді. Тағы 10 күнге созуға келсе, созшы деп айтады дейді. Намаз оқып, тақуалардың тақуасы болып кеткен дейді, ана жаққа барып, өзгереді адам. Яғни, анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүріп өткен жерлер барғанда адам бәрібір өзгереді. Дүния дегеннен несі алыстайды. Мысалы, мен өзім байқаймын, сол мен енді барып жатқан кезінде таң намазынан кейін отырып, үйде Құран оқитын бар да, сол басында 20 бет бір пара оқып қоятынмын, бір үзбейде отырып. Кейін ана нәпсі шыдамайды да бір түрлі. Ұйықтағың кеп, тағы бір деме қылып, әйтеуір 20 бетті бітірейінші деп, әрең деп бітіресін әйтеуір. Кейін ақырындап 40 бетке жетті, 40 беттің өзі жағаны 1,5 сағаттай отырып, нәпсін тежеп, бітір, давай деп сөйтіп. Енді ана жаққа барғанда байқай, Меккеде, Мединеде ондай нәрсе жоқ, давай деген. Бір оқып отыра бересіз, сөйтіп қарасам, күніне 100 бет, 120 бет, 5 пара, 6 пара жай кете береді екен. Ол сондай жер екен да, берекелі. Анай бір түрлі нәпсі ұйқыға, тағы бір демеге тартып тұратын нәрсе азаяды, дүниямен байланыс азаяды. Алланың құдіретін бір көргендей сондай сезімде болады. Сондықтан мына құлшылық ненің пайдасы сол. Намазға неге келе алмай жүрген адам болса, тақуалық артып келеді да. Ал енді, яғни жалпы осы, яғни намаз, ораза, зекет, қажылықтың пайдалары. Енді оразаныкін айтып кеттік, оразаныкі бұл нәпсіні тыяды, тәрбиелейді. Таңертеңнен кешке дейін оңай емес, бірақ сабыр ету керек.